15 жастағы қыз бен 32 жастағы еркек бір-біріне ғашық болып, бірақ екеуі қосыла алмай қалып, бірнеше жылдан кейін қайтадан көріседі. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін біз «Любовник» деген фильмді талдайтын боламыз. Бұл фильмнің басты кейіпкерлері ол мына француз қызы және китаец. Бұл фильмнің басты идеясы Вьетнамда болады. Анасы қызын автобусқа шығарып салған кезде, үлкен наркоман ағасы анасының ақшасын ұрлайды. Сөйтіп қыз паромда өзінің рейсін күтіп тұрған кезде, дәл сол жерге су жаңа машинамен біреу келіп, оған есікті шопыры ашып береді. Машинадан түскен китаец қызды көріп, қасына барып, өзінің темекісін алып, қызға да ұсынады. Бірақ қыз маған керек емес дейді. Сөйтіп китаец қыздың көңілін қалай аударын білмей, қобалжып тұрып, қыздың басындағы шляпасын мақтайды. Сөйтіп қыз сен кімсің? Қайда тұрасың деп сұрақ қояды. Жігіт болса, мен арғы жағалауда